Бәріңізге ассалаумағалейкум. Есімім Мұхаммед Ханафия. Мен қазір Жаркент қаласына келдім. МЦПС-ге баратын болам. Сіздерге қалай баратынын жолын бәрін көрсететін болам. Қазір қырлары мен сырларын. Қарғосқа барғалы жатырмын. Соған Жаркент қаласына келдім. Жаркент қаласының автовокзалына. Өзімнің басымнан өткен жағдайларды айтатын боламын. Қандай ашеккілер жібермеу керектігін. Қазір Жаркент қаласының автовокзалын көрсететін боламын. Бұл жақта таксистерге көп сене бермеңіздер. Ал мынау МЦПС-ге апаратын таксистердің стоянкасы. Осы жерден 1000 теңге беріп, МЦПС-ге тікелей бара аласыздар. Ал мынау Жаркент қаласының автовокзалы. Бұл жерден ішкі Қытайға тікелей автобус жүреді. Достар, мына нәрсені шатастырып алмаңыздар. Харгос бір бөлек, МЦПС бір бөлек. Ел жұрттың айтып жүрген үлкен базары ол МЦПС деп аталады. Соны шатастырып алмаңыздар. Ал Харгос ол ішкі Қытайға кіреді. Яғни, онда бару үшін виза керек. Онда визасыз кіргізбейді. Ой, әлі кетпедің ба? Дос қақа? МЦПС. МЦПС па? Ей! Алсандаршы! МЦПС па? Я. Неше адам күтеміз? Bir adam күтеміз. Ой, түсіне бар? Жоқ, анау, бір адам күтіп тұрғаны бар ма? Бір адам күтіп тұрғаны? Онда жоқ ма? Маған отырасың, мемлекет. Аманнан келсен бе? 1000 теңге ма? 1000 теңге ғой. Ал мынау Қазақстан шекарасы. Осы жерден МЦПС-ге тікелей кіреміз. Және бұл жерден бірінші 3000 теңгеге билет сатып аламыз. Мұнда тұрғандардың 80% Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған оптовиктер. Паспорттық контрольден өткеннен кейін осы жерде автобустарды күтеміз. Яғни, бұл автобус бізді үлкен базарларға апарады. Мен Қорғасқа келдім. Қазір арғы бетке өтетін боламыз. Аз мына жерден бақылаудан шықтым. Былай қарап жүруіміз керек. Қай кетті?
Международный. Саша и Елена. Большой ассортимент в одном магазине. Свадебные подарки. Норковые шубы, кожаные куртки, дубленки, парки, жилетки, пальто, шапки, а также и шали. Ждем вас. Саша и Елена. Ama yakın değil. Бұл Жунке сауда орталығындағы үлкен асхана. Ол 5-ші қабатта орналасқан. Мұнда адамдар көп келеді және тағамдары да дәмді. Так, 12. Так, мынау рум-тур. Жататын жері.
туалет, ванна. Ондай бір айтарлықтай керемет емес, но бірақ күніне 8.000 теңгеден 2 күнге 16.000 теңге болады. Қалғандарынан сұрап көргенмін, 20.000, 15.000 әртүрлі. Бірақ маған осы болады. Өзіме. Енді қазір осы жерден жайғасып, орналасып, киімдер жайғастырып болғаннан кейін дальше базарға баратын боламыз. Базарға барып, тауарлардың бағаларын көріп, сіздерге айтатын болам.